Скорочтение, жылдам оқу бұл қазіргі информация тез өзгерген заманда ең қажетті навыктардың бірі. Скорочтение дегеніміз не? Бұл әр адам өзінің жасына қарамастан үйренсе алатын навыктардың бірі. Яғни сіз өзіңізге ең қажетті деген тексттен немесе кітаптан тез информациямен танысып, оны өміріңізде қолдана аласыз. Бұл жерде ешқандай фантастика жоқ. Бұл тек қана күн сайынғы өзіңізбен жұмыс жасау. Оқу алдында өзіңізге кітап оқуға уақытпен шектеп, және де мақсат қойыңыз. Және де мына сұрақтарға жауап іздеңіз. Біріншісі, кітап оқудағы мақсатым қандай? Екіншісі, қандай информация білгім келеді? Үшіншісі, ол маған не үшін қажет? Және де қандай жағдайда, қандай жерде оны қолданатын боламын? Төртіншісі, менде қанша уақыт бар? Егер оқу алдында ешқандай мақсат және де уақытпен шектелмеген болса, бұл сіздің миыңызды керек емес информациямен жай ғана толтыру болып есептеледі. Яғни миыңызға бұл сізге қажет болмағандықтан белгілі уақыттан кейін ол жоқ болып кетеді. Яғни сіз уақытыңызды құртасыз және де кітап оқуды кейінгі ғасырға қалдырып қоясыз. Мысалы, сіз бір кітап таңдадыңыз делік. Осы кітапты қысқа уақыт ішінде қалай тез қарап шығуға болады? Біріншісі, сіз кітаптың обложкасы мен содержаниясын толық танысып, оқып шығыңыз. Екінші, кітаптың бас жағы мен соңғы жағын қарап шығыңыз. Ең негізгі идеялар осы жерде болады. Және де өзіңізге қызықты деген бөлімдердің алғашқы және де соңғы абзацтарын оқып шығыңыз. Осыларды жасағаннан кейін сіздің басыңызда кітап туралы бір картина пайда болады. Одан кейін сіз бұл кітап оқуға тұрады ма, тұрмайды ма, оны өзіңіз шешетін боласыз. Кітап оқығанда артқа қайту бұл жылдамдығыңызды бәсеңдетеді. Сол үшін артқа қайтпай, басқа нәрсе туралы ойламай, менің фокус туралы видеомды қарап шығып, тек қана алдыға оқуға тырысыңыз. Бұл жылдамдығыңызды арттырады. Бала кезімізде барлығымызды саусақпен оқуға үйреткен. Дәл сол сияқты сізге указка қажет болады. Бұл сіздің карандашыңыз, ручка, не саусағыңыз болуы мүмкін. Дәл осы указканы пайдалана отырып, сіз 1 минут оқып шығыңыз. Яғни сіздің көзіңіз указканың артынан еріп отыруы тиіс, керісінше емес. 1 минут өткеннен кейін сіз жеткен жеріңізге 1 деп белгі жазып қоясыз. Одан кейінгі келесі минутта жаңағы 1 деген белгіден асып өтуге тырысыңыз. Дәл осылай тағы да 2 рет қайталап шығыңыз. Әр қадам сайын алдыңғы белгіден асуға тырысыңыз. Бізді тез оқуға кедергі келтіретін тағы да бір факторлардың бірі бұл ауызша оқу және ойша оқу. Ауызша оқу бұл барлығымызға түсінікті деп ойлаймын, ал ойша оқуды 2-ге бөліп қарасақ болады. Біріншісі, сіз дауыс шығармай, аузыңызды жыбырлатып оқисыз. Екіншісі, сіз ойша оқисыз. Осы екеуінен толық арылғаннан кейін сіз тек қана көзбен оқитын боласыз. Яғни текстке бір қарағаннан көзіңіздің көру ауданында қанша сөз көріп тұрсыз, соны бірден түсініп оқитын боласыз.
Енді жылдамдығыңызды одан да әрі тез қалай дамытуға болады? Фразалық оқу бұл жылдамдығыңызды 3 есеге арттырады. Фразалық оқу дегеніміз бұл біздің бала кезімізде көбімізге тек қана әріптеп және буындап оқуға үйреткен, бірақ та осы фразалық оқуды үйретпегендіктен көп адамдар жылдамдықтары дәл солай мектеп кезінен қалып қойған. Фразалық оқу дегеніміз ол екі немесе одан да көп сөздерге бір қарағаннан түсініп оқып шығу. Осылай оқу үшін сіз бір бетті 2 немесе 3 бөлшекке бөліп, бір қарағаннан бірінші бөлшектегі сөздерді бірден оқып шығуыңыз қажет. Мысалы, мына газетте бір бетті өздері 2-ге бөліп қойған. Егерде сіз фразалық оқитын болсаңыз, бір қарағаннан мына жердегі нүктеге қарап, осы бөлшектегі сөздерді толық түсініп шығуыңыз қажет. Егерде бұл сізге қиындау болатын болса, оны тағы да 2-ге бөліп, бір қарағаннан түсініп шығып оқисыз. Көбінесе шет елдің газеттері осылай бөлшектеніп, фразалық оқуға ыңғайланып. Бұл фразалық оқу, жаңағы айтқанымдай, сіздің жылдамдығыңызды 3 есеге арттырады. Диагональды оқу 5 есеге, вертикальды оқу 15 есеге, және де фоточтение бұл жылдамдығыңызды 30 не одан да көп есе жылдамдығыңызды арттырады. Фоточтение дегеніміз бұл бір беттің ортасына қарап, толықтай осы текстті көріп, оқып шығу. Осылай оқу үшін сіз перифериялық зрениеңізді дамыту қажет. Осыған бізге Шульте таблицасы көмектеседі. Мысалы, мына таблицаны алып қарасақ, 5-ке 5 квадраттың ішінде 1-ден 25-ке дейінгі сандар жазылған. Сіз дәл ортасындағы цифрға, дәл ортасындағы нүктеге қарап, 1-ден 25-ке дейінгі сандарды іздеп шығасыз. Көп жасап дамытқаннан кейін осы таблицаны үлкейтіп 6-ға 6, 7-ге 7 деген сияқты өзіңіздің перифериялық зрениеңізді дамытасыз. Мен сіздермен қысқаша ең маңызды жаттығулармен бөлістім. Жалпы скорочтение туралы ойыңыз қандай? Сіздің оқу жылдамдығыңыз қандай? Осы сұрақтарға жауап жаза кетіңіздер. Бүгіннен бастап өзіңізді дамытуға бір қадам жасаңыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Көріскенше.